Достар, қазіргі кезде байқайсыздар ма, осы әлеуметтік желіні ашып қалсаң, әңгімелердің көпшілігі өсек пен төсектің арасы болып кеткен. Сол өсектен қалай құтыламыз, соның жолын сіздерге айтайын. Ең біріншіден, өсек қалай тарайды әлеуметтік желіде? Бір жұлдыздар, танымал адамдар өзінің отбасындағы болған проблемаларын әлеуметтік желіге шығарады. Ол проблема, ол дұрыс емес. Екіншіден, сол проблеманы көрген адамдар тарата бастайды сол видеороликті. Біріншіден, қалай таралады ол видеороликтер? Қалай өсек таралады бүткіл әлеуметтік желіде? Соны айтып жеткізейін сіздерге. Бірінші, сол видеоны көрген адам лайк басады, содан кейін комментарий жазады. Жақсы комментарий, жақсы сөздер айтады, немесе жаман сөздер айтады. Содан кейін ғайбат, өсек басталады сол жақта. Үшіншіден, сол көрген адам сол видеороликті жақындарына, туысқандарына, достарына жібере бастайды, переслать етіп. Содан кейін сол видеоролик комментарий, лайк, сохранить еткен видеоны, содан кейін жақындарына жіберген видеоны. Осы 4 действия істелгеннен кейін видеоролик топқа шығады. Осын миллиондаған просмотр алады сол. Соның себепкері болып қалмас үшін, сол өсектің, ғайбаттың, сол нәрселерден сақ болу үшін сондай нәрселерді істемеңіздер. Лайк баспаңыздар, ондай өсек болып жатқан, ғайбат болып жатқан видеороликтің астына лайк баспаңыз, және де комментарий жазбаңыз, жақындарыңызға ол видеоны жібермеңіз. Өйткені сол өсекке сіз себепкер болып қаласыз, сондай нәрсе істесеңіз. Түсіндіңіз ба? Сол себепті өсектен сақ болайық, достар. Жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыздар, өсектен сақ болып жүрсін.